Қара, мына тракты жууға қанша ақша кетеді, қазір көреміз. Мынаның бәрі, алдың бәрі бычыт болып жатыр. И трейлер бұл бізде тент дейді ғой, сондай тент. Мынаны қара, бұл қара емес, датаво кірлеп матовый болып кеткен да. Міне. И бұның іші бар, іші тоже жуу керек, іші тоже кір болып жатыр. И ана моторын жуу керек, моторын ішін. Қазір сіздерге мына жақтың ішін көрсетемін. Получается, іші тоже мынандай шаң, и мынаның бәрі кір. Қанша жылдан бері жиналған кір. Наңырызы? Толған шаң, кір. Яғни осыны жууға қазір бізде қанша доллар кетеді екен, көрейік. Одан кейін трактың ішін жумайды. Тек сыртын жуып береді, болды. Машина жусаң да, жеңіл машина жусаң да бәрі сондай. Тек өзің ақша саласың да, ішін пылесостап алуға болады. Ал басқа вариант жоқ. Басталды. Моторды жудыру, получается, $10 екен. Енді қара, вообще қанша кетті? Яғни трак, трейлер бәрін жудыру қанша кетті? 3 чек менде қазір айтатын боламын. Сіздерге полный бірінші көрсете кетейін. Мынаның бәрі тап-таза болып қалды. Мынаның бәрі көрініп, қай жерде екенін таза болды. Май быч деді. Алдында енді жумаған, мен қазір компаниянканы айдап жүрмін ғой. Сол үшін алдында жумаған быч деді. Мынау сырты матовый болатын. Қап-қара матовый. Енді қазір таза, әдемі болып қалды. Мінекей, тап-таза. Трак жуылды, трейлер жуылды. Одан кейін мен алдында ішін жуғыздым. Іші де тазарып қалды. Мыналардың бәрін жуғыздым, ішінде шаң еді. Қазір более нормально. Мынау полын жуғыздым. Мынаның жуғызайын дегенем, бұны жумаймыз деді, үстін тек астын жуамыз деді. Ладно. Енді мынаның бәрі қап-қара болатын. Қазір ана жері ғана қалды, атак бұлай тап-таза. Получается, машина бір тазарып, әдемі болып қалды. Машинаның үсті таза жүру керек қой, негізі әдемі жүреді сол кезде. Осының бәрін жуғызғаныма, яғни тракты, трейлерді, ішін и энжинді. Осының бәріне $144 кетті. Қалай $144? Нормально ма? Ендігіде олар ішін жумайды. Ендігі обзор сіздерге ішін көрсететін болам. Трактың ішін. Яғни ішінде не бар, қалай. Жалпы осындай, міне машина тап-таза, әп-әдемі. Ендігі кезекте мынандай алдына кенгурятник қойдырып алсам, тема болады. Кеттік. Лайк бас, комментарий жаза кетіңдер. Қалай машина? Әдемі ма?